Математика. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Оқу мақсаты: санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, айырмалық салыстыруға, еселік салыстыруға берген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру. Екінші беттегі бірінші тапсырма. Алматы қаласында зообақ бар. Зообақ дегеніміз ол хайуанаттар бағы. Оның құрылғанына биыл 80 жыл болды. Онда сен білетін жануарлар түрлері бағылады. Мұнда балықтар, құстар, сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер, бунақ денелер өсіріледі, күтіліп бапталады. Ал барған адамдар олар тамашалап қарайды, олармен танысады. Енді суретке қара. Зообақта балықтар, құстар, сүтқоректілер нешеу екенін табайық. Ол үшін ол суреттердің астындағы өрнектердің мәнін табуың керек. Бірінші өрнекті оқимын. 100 азайту 3 пен 5-тің көбейтіндісі азайту 2. Осы өрнектің мәнін тапсаң, сен зообақта қанша балықтың түрі өсірілетінін білетін боласың. Екінші өрнектің шешімін тапсаң, құстың неше түрі өсірілетінін білетін боласың. Үшінші өрнектің мәнін тауып, қанша сүтқоректі осы зообақта күтіліп бапталатынын табатын боласың. Екінші тапсырма. Суретке қара. Керіктің суреті. Керіктің бойының ұзындығы 6 метрге дейін жетеді. Мойны өте ұзын жануар. Керікті жираф деп те айтамыз. Аналық керік салмағы 6 центнер екен. 6 центнерде отырғаның 600 килограмм, 1 центнерде 100 килограмм бар екен білесің. Аналық керік 6 центнер, ал аталық керік одан 2 есе ауыр екен. 2 есе ауыр дегеніміз 2 есе артық деген сөз. Аталық керіктің салмағын білмейміз, сондықтан да сұрақ белгісін қоямыз. Ал төлі осы аталығынан 6 есе жеңіл екен. 6 есе жеңіл деген 6 есе кем деген сөз. Енді төлі мен аталығының салмақтарын тап. Шешуін есепте, жауабын жаз. 2-нің, 3-тің, 4-тің және 5-тің көбейту кестесін жатқа жазып, маған видеоролик түрінде айтатын боласың. Дайындал.